Ассаламу алейкум, құрметті. Бүгін азан жарысына қатысып отырған барлық біздің Қазақстанымыздың, еліміздің әр аймағынан келген муәззин, яғни азаншылар, және әділқазылар алқасы, құрметті қонақтар, баршаңызға Аллах разы болсын. Бүгін міне еліміз бойынша ұйымдастырылып жатқан 5-ші республикалық азаншылар жарысы өткізіліп жатыр. Үлкен деңгейде осыған атсалысқан, ұйымдастырған, мұрындық болған азаматтардың барлығына шын жүректен алғысымызды айтамыз. Алла разы болсын, иншалла. Ал енді 20 азаншы азан айтты. Бұл жерде Данияр Қари ұстазымыз жаңа дұрыс азанның айтылу барысындағы сіздер тараптан жіберілген кейбір қателіктерге көңіл аударуларыңызды сұрады, иншалла. Мен енді өзім осы жерде 20 кісі азан айтса, 20-ңызға да жеке-жеке жіберіп отырған қателіктеріңізді, өзім байқаған қателерді түртіп жазып отырдым. Енді оны жекелеп әрқайсыңызға айтпай қояйын, жалпылай айтайын. Жаңағы Данияр Қарекең айтқан жерлер көпшілігіңіз жіберіп жатсыздар. Мәт созбайтын жерді созып жатсыздар. Сол секілді біз мына парақта сіздерге махраждарыңызға да қарап жатырмыз. Махраж әріптің шығу орны деген сөз. Араб тілінде білесіздер 28 әріп бар. Әр әріптің өзінің шығатын орны бар. Көмей, тамақ жұтқыншақтан, одан кейін тілден, тістен, екі ерінің арасынан, сосын ұғынна жасалатын хайшум деген махраж бар. Сондықтан осы махраждарға байланысты айтатын болсақ, мынау әшһәду әллә иләһә иллаллах, Аллах сөзінің соң тоқтаған кезде не бар? Хә әрпі бар, Ол хә әрпінде хәмс деген сифат бар. Хәмс сифаты көбіңізде шықпай жатыр. Яғни естілмей қалып жатыр хә әрпі. Хәмс сифатын шығып жатыр ма, шықпай жатыр ма білудің жолын ғалымдарымыз айтады. Алақаныңызды аузыңызға қарай жақындататын болсаңыз, Аллах деп тоқтаған кезде алақаныңызға бір дем, бір ауа келуі керек. Соны сезуіңіз керек. Ал Алла дей салсаңыз, хә шықпай жатыр демек. Сол сияқты хайя аля салаа, та марбута ас-салату сөзі. Бірақ хайя аля салаа ти ғой енді ол жерге тоқтағанда ол да хәға айналады. Солай емес пе? Құрандағы әл-қариату тоқтағанда әл-қариа болатын секілді. Ол жерде де хәмс шықпай жатыр. Кейбіреулер каф әрпінде ода да хәмс деген сифат бар, Енді оны Құран оқушы кейбір қарилардың, кейбір Құран оқып жүрген азаматтардан да байқаймыз. Оны не қалқала қылып жібереді хәмс сифатын, немесе мүлдем орындамай қояды, яғни шығармай қояды ол әріпті, ол да қате. Яғни Аллаху әкбар, иқра деген сияқты, қаф сияқты, дәл сияқты қалқаланың 5 әрпі бар, бірақ оның ішіне каф кірмейді ғой. Сондықтан әкбар деп айту қате. Бірақ хәмс сифат бар, ол жерде. Сондықтан оны қалай айту керек? Әк, ол да жаңағы хә сияқты, ха сияқты, фә әрпінде де бар, мысалы үшін. Әкбар, тә әрпінде бар, әт. Сол сияқты құрметті бауырлар, шин әрпінде тәфәшши сифаты бар. Тәфәшши жайылу деген мағына береді. Әш деген кезде ауыздың ішінде ар жақтан келе жатқан ауа жайылу керек. Махражы қай жер шин әрпінің? Тілдің ортасы таңдайдың ортасына тимейді, бірақ өте жақындайды. Арасындағы аз ғана қалған бос орында не қылады? Ауа шығады. Ауыздың ішіне сол жайылады. Сондықтан оны айтқанда да кейбір кісілер сол сифатқа мән бермей жатыр. Әш. Фәләх тоқтаған кезде хада жаңағы хәмс сифаты бар. Хайя алал фәләх.
сол сияқты ол әріпті енді хайя аля сала, хайя аля фалахта да кейбіреуіңіз хаға ұқсатып жатсыздар. Ханы хаға ұқсатып айтып жатсыздар. Ол сөздің мағынасын бұзып жібереді. Хайя деген қане келіңіздер деген шақыру ғой. Ал енді сіз оны хайя десеңіз, басқа да мағыналар шығуы мүмкін, сондықтан сөз ауысып кетеді. Сол секілді әкбар дегенде бә харфі бұл жерде мұраққақа, жіңішке әріп, истифал әріптеріне жатады. Одан кейін тоқтаған кезде рода не бар? Ро жуан. Алды фатха, өзі сукунда ро жуан болады. Енді роны жуандатам деп, бәні де жуандатып жатсыздар да. Әкбар, бар, жоқ. Бә жіңішке қалпын сақтау керек, истифала харфі. Не болады? Тарқиқ болады. Әкбар, бар. Рода тәкрир сифаты бар, білесіздер. Негізі енді осындай қателер бой алдырып жатсыздар. Сосын мынау дұға оққан кезде де байқап отырмын, енді кейбір азаматтар мысалы дұғада ол жерде енді наху, сарф, араб тілінің грамматикасын, морфологиясын оққан шығарсыздар. Оқымасаңыздар оқуларыңызға кеңес береміз. Жалпы азаншы әрі қари болса, Құрандыдан да жақсы оқыса, сол сияқты араб тілінде біліп тұрса, мағыналарын түсініп тұрса, қандай жақсы. Мысалы жаңа бір кісі дұға жасағанда әти Мұхаммаданил уәсилата сәйидана деген жер бар ғой. Әти Мұхаммад сәйидана. Сол жерде сәйид сөзі не болады? Мафул болады, ол немен аяқталады? Фатхамен. Оны бір кісі сәйидина деп оқып жатыр. Әти сәйидина Мұхаммаданил деп. Әти сәйида болады. Өткен мафул ғой. Оның харакаты фатха болады. Негіз енді құрметті азан жарысына қатысушы біздің азаншыларымыз осындай қателер енді мағынаны бұзып жіберетіндей деңгейде үлкен қателер болған жоқ деп ойлаймын. Бірақ азан дұғасында тағы бір айтатын жер әт-тәммә, әти Аллахум рабба хадихи даъвати тәммә дегенде. Ол жерде мәдді ләзім кәліме мұсаққыл бар, далин сияқты, хаққа сияқты. Негізі Құран оқып отырсақ, оны 6 харакат ләзім созу керек. Енді бұл жерде ондай созбасақ та 4 харакат созсаңыз енді дұға ғой ол. Кейбіреулер мүлдем созып атқан жоқ, бүйтеді. Рабба хадихи даъвати тәммә дейді. Тәммә дейді. Әл-уәсилата деген сөзді уасилата сотпен айтып жатыр. Ол да үлкен қате. Уәсила деген басқа сөз, уасила деген ол басқа мағына беріп кетуі мүмкін. Солай ғой. Сондықтан мынау әшхаду әнна Мұхаммадар Расулулла нон шәддәл болғанда ғұнна болады. Ережесі, тәжвидті білесіздер. Мим шәддәл болғанда онда үкімі ғұнна. Сондықтан әшхаду әнна деп өтіп кетіп жатқан азаншыларымыз бар. Мұхаммадан деп өтіп кетіп жатқандар бар. Сондықтан Мұхаммада әнна ұстау керек екен. Ал енді керісінше илля әшхаду әллә иләһә иллаллах. Илді ғұнна жоқ. Солай ғой. Неге оны ғұнна жасап жатырмыз? Ол да қателік болып табылады. Сондықтан сіздерге кеңесім иншалла жалпы тәжвидті махраждарды, сифаттарды тағы бір қайталап, иншалла бұдан да жақсы деңгейлерде азан айтасыздар деген сенімдемін. Иншалла Омар радиаллаху анху халифа болып тұрған тұсында айтқан екен, исламның екінші үлкен халифасы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүйікті сахабаларының бірі, тірі кезінде жәннатпен сүйіншіленген. Егер менің жұмысым осыншалықты ауыр болмаса еді, мен жаңағы азаншылықты да қоса алып жүрер едім деп айтқан екен. Сондықтан азан айту үлкен бір мәртебе, үлкен дәреже. Иншалла азан айтқандардың қияметте мойны да ұзын болады дейді. Иншалла көрікті болады дейді. Басқалардан иншалла күнәсі кешіріліп Алланың рахымына ие болады дейді. Сондықтан Алла Тағала мынау жарысқа қатысқан барлық азаншыларға күш берсін, қуат берсін. Келешекте біз бағанадан бері тыңдап отқан азандарымыз
не Мекке азаны, Медина азаны, немесе Мысырдағы кейбір өлкенің азандары. Яғни бірін-бірін қайталау болып жатыр да, келешекте ойлаймыз, біздің Орта Азияға, Қазақстанға, осы Бұхара мектебі болды кезінде бізде. Көкілташ медреселері болды, аталарымыз оқыған. Осы жерге тән бір мақамдар шығып, керісінше сол Меккедегілер азаншылар, немесе Мысырдағылар, шіркінай біз қазақтың азаншыларындай азан айтсақ қой деп таңғалатындай болса, иншалла. Біздің мақамдар шығатын болса, біздің мақамдарды да басқа ұлттар былай айтқанда қызығатын болса, біздің азаншыларға, иншалла сондай дәрежеге жетейік. Мына сөзім аяғында, бұл да біздің жалпы, енді біз ұлтқа, нәсілге бөлінбейміз ғой, бірақ енді түркі халқы дегенде әрине жанымызға жақын келеді. Осы Рамазанда дүние жүзілік үлкен азаншылардың жарысы өтті. Сол жерде бірінші орында Мухсин Кара деген азаншы Түркияның бірінші орын алса, екінші орында да Түркияның азаншысы алды, Алпжан Челик деген кісі. Алла разы болсын. Келешекте енді біздің осы азаншыларымызда осындай үлкен биік дәрежелерден, биік сайыстардан жеңіпті, осындай биік мәртебеге жетіпті деген иншалла жақсы хабарларды еститін болайық. Баршаңызға Алла разы болсын. Рахмет, Данияр ұстаз, Алла разы болсын. Мынау бүгінгі бірінші айналым және осыдан кейін әділ қазылар кеңес ұйымдастырады.